Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Зейнетақы төлемдерін тағайындау мен деректемелерге өзгерістер және толықтырулар енгізу туралы өтініш жіберген кезде QR-код арқылы қол қоюға болады, деп хабарлайды aisha.nati.kz порталы тілшісі nbns.kz сілтеме жасап. Бұл туралы БЖЗқАқ баспасөз қызметі мәлім етті. Ақпаратқа сәйкес, мерзімсіз уақытқа белгіленген бір немесе екі топтағы мүгедектігі байланысты БЖЗ төлемдерін ерікті заңмен зейнетақы жарнамаларының есебінен төлеуге алу өтініші беріледі. Бұндан бұрын БЖЗқ кеңселерінің немесе npf.kz сайтындағы жеке кабинеттің электрондық цифрлық қолтаңба арқылы жасауға болатын. Енді ЭЦқ-ны QR-код пен қол қоюға ауыстыруға болады. Сондай-ақ QR-код npf.kz сайтында жеке кабинет өз деректеріне өзгерістер және толықтырулар енгізу кезінде көмектеседі.